Терроризм араб тілінде ирхаб сөзімен аталады. Мағынасы қорқыту. Терроризм адамзат баласына қауіп пен қатер төндіретін ұйымдар. Олар өз мүдделерін жүзеге асыру үшін небір озбыр әрекеттерге барады. Билік пен байлыққа қол жеткізу үшін ештеңеден тайсалмайды. Билікті орнынан кетіріп, дінді сылтаулатып, адамдар өміріне қауіп ұялатады. Қоғам арасында алауыздықты тудырып, тыныштықты бұзады. Сондықтан әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін терроризмге қарсы тұруы тиіс. Қазақ халқы ертеден-ақ бірліктің, ынтымақтың маңызын жете түсінген. Бабаларымыздан өсиет болып бізге жеткен: «Бақ, қайда барасың? Ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге барамын» деген қанатты сөзі бүгінгі күн ішінде өз көкейкестілігін жойған жоқ. Кемеңгер бабаларымыз «Алтау ала болса, төбедегі келер» деп елді бірлікке шақырып отырған. Сондықтан бәрімізге қастерлі тәуелсіздігіміздің нығаюы үшін елімізде ұлтаралық және дінаралық татулықтың сақталуы үшін бір кісідей ат салысуымыз керек. Бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз баянды болсын, ағайын.